Саламатсыздар ма балалар? Қазақ тілі пәні 76 сабақ. Сабағымыздың тақырыбы түбір мен қосымша. Бұл сабақта тірек сөздерді пайдаланып, әңгіме құрастыратын боласыңдар. 49-шы жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Сырғанап ойнау өте пайдалы. Жиі сырғанап жаттыққан жөн. Ондай бала көп ауырмайды. Түбір сөздерді тап. Сырғанап ойнау өте пайдалы. Бұл бірінші сөйлем. Бұл сөйлемде қайсысы түбір сөз? Тауып көрейікші балалар. Дұрыс айтасыңдар. Өте. Келесі сөйлем. Жиі сырғанап жаттыққан жөн. Бұл сөйлемде екі түбір сөз бар. Біріншісі жиі, екіншісі жөн. Үшінші сөйлем. Ондай бала көп ауырмайды. Бала, көп. Бала түбір сөз, көп түбір сөз. Үшінші сөйлемде де екі түбір сөз бар екен. Келесі жаттығу. Елуінші жаттығу тірек сөздерді пайдаланып, сырғанақта тақырыбына әңгіме құрастыр. Тірек сөздер берілген екен балалар: қыз, балалар, шана, аяз, шаңғы. Ал енді сырғанақта тақырыбында әңгіме құрастырып көрейік. Қыз келді, далада жапалақтап қар жауып тұр. Балалар тау етегіндегі сырғанаққа бармақшы болды. Өздерімен бірге шана, шаңғыларын алды. Кеш батқанша сырғанақта ойнады. Кешкі аяз түскенде үйлеріне қайтты. Олар көңілді оралды. 51-ші жаттығу. Өлеңнің қатесін тауып көшіріп жаз. Өлеңді оқып көрейікші балалар. Жазда суда тебеміз. Құмда күнге денеміз. Жалаң аяқ жүземіз. Қыста қызып күйеміз. Коньки шаңғы жүреміз. Жалқаулықты тастаймыз. Жаттығуды бастаймыз дейді. Және қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын тап дейді. Балалар, жазда суда тебеміз ба? Жазда, дұрыс айтасыңдар, суда жүземіз. Суда теппейді, суда жүзеді. Құмда күнге денеміз. Құмда күнге не істейміз? Күйеміз. Жалаң аяқ жүреміз. Жалаң аяқ жүзбейміз, жүреміз. Қыста қызып не істейміз? Денеміз. Коньки шаңғы тебеміз. Жалқаулықты тастаймыз. Жаттығуды бастаймыз. Ал ендеше балалар, қарамен жазылған сөздерді табайықшы. Жазда, құмда, қыста. Ал енді осы сөздердің түбірі мен қосымшасын табамыз. Жазда, түбірі жаз, да қосымшасы. Құмда, түбірі құм, да қосымшасы. Қыста, түбірі қыс, қосымшасы та. Ал балалар, жаттығу дәптерімізді ашамыз. Жаттығуды қатесіз көркем жазамыз. 52-ші жаттығу. Берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы. Тапқан сөздерің туралы не білесің? 3 қатар әріптер берілген екен балалар, қараймыз. Бірінші қатардан қандай сөз шықты? Қандай сөз жасырынған екен? Дұрыс айтасыңдар, баскетбол. Ал екінші қатарда қандай сөз жасырынған екен? Бассейн. Үшінші қатарда боксшы. Төртінші қатарда жүзгіш. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Жаттығуды қатесіз көркем жазып аламыз дәптерімізге. Бұл бізде соңғы жаттығу болатын балалар. Алдағы жаттығуларымызды, алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.